Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте әдемі әрі дәмді болып шығатын безелердің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер және лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Ең алдымен жұмыртқамыздың ақ уысын ғана қолданамыз. Миксердің көмегімен жақсылап ағарғанша ағартамыз. Енді жаймендеп сахарный пудрамызды қосамыз және де қантымызды қосып жақсылап араластырып отырамыз. Жақсылап ағарып, көпіріп, қатты өзінің көлемін ұстау керек. Енді дайындап алған жүгергі крахмалымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Барлық керекті заттарды мен описанияға жазып қалдыратын боламын. Міне көлемі дәл осындай болды. Енді мен күлгін түсті краситель қолданамын. Красительмен де гелевый ұсыны салып қолданамыз. Көлем мөлшерге қараймыз, түсін бергенге дейін қосамыз. Міне біз дәл осындай насадканы қолдандым және де осының ішіне салып біздің силиконовый коврикке гүлді етіп құятын боламыз. Ең алдымен осылай үтір жасаймыз және де спатчикеде қойып, үстіне осылай гүл етіп жасап аламыз. Барлығын осылай жасап аламыз. Қалған массамызды кішкентай безелер жасап осылай құйып аламыз. Біріміз әдемі болып шығу үшін дәл осындай посыпка қолдандым. 90 градуста қызып тұрған пешімізге 2-2,5 сағаттай кептіріп аламыз. Міне безелеріміз дайын болды. Өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Декорға да әдемі кетеді торттың және де осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Өте тексерілген рецепт. Өзім осы рецептпен жасаймын. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.